Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін осындай тез дайындалатын әрі пиццериядағыдай дәмді пиццаны дайындайтын боламыз. Алдымен менің YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін және де жаңа шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, пиццамызды дайындауға кірісейік. Пиццамыздың қамыры бізде ашыған қамырдан дайындалады. Алдымен қамырын дайындап ашытып қоямыз. Ол үшін бізге 2 кішкентай кесе жылы су қажет болады. Екі кішкентай шай қасық тұз, 2 кішкентай шай қасық шекер салып аламыз. Және 10-15 граммдай ашытқы қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, ыдысымыздың қалпағын жауып, біраз уақытқа қоямыз. Ашытқымыздың реакция беруін күтеміз. 10-15 минутта ашытқымыз реакция беретін болады. Мінекей ашытқымыз кішкене көтерілді. Осылай көтерілгеннен кейін осы қоспамызға кішкентай кеседе, яғни 3-тен 1 бөлігінде сұйық май салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қоспамызға ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Менде шамамен кішкентай шай ішетін кесемен 5 кеседен шамалы көптеу ұн қостым. Енді сіздер ұныңыздың сортына қарайсыздар. Жалпы қамыр қатты болып қалмау керек, немесе тым жұмсақ болмау керек. Орташа деңгейдегі, жұмсақтығы орташа деңгейдегі қамырды илейсіздер. Маңыздысы қамырдың иін қандырып жақсылап илеу. Қамырымызды осылай илеп болғанымыздан кейін ыдысымыздың қалпағын жауып, тағы да орап жылы жерге алып қоямыз. Сонда қамырымыз тез ашиды. Менің қамырымның ашуына шамамен 40 минуттай уақыт кетті. Енді осы қамырымызды тең 2 бөлікке бөліп аламыз. Яғни қоспаларды осындай мөлшерде салатын болсаңыздар, 2 үлкен пицца шығатын болады. Енді осы қамырымызды қолымыздың көмегімен жайып алсақ болады, немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Маған оқтаумен жайған ыңғайлы болғандықтан мен оқтаумен жайдым. Осылай үлкен етіп жайып аласыздар. Кейін табамызды алдын ала майлап қоямыз. Сол май жағылған табамызға жайылған қамырымызды әдемілеп жайғастырып аламыз. Қамырымыздың шет-шеті кішкене қалады. Осы шеттерінен осылай бортик жасап қойсаңыздар болады. Бортик жасап аламыз. Кейін майонез бен кетчупымызды жағып қамырға осылай араластырып, бетіне жағып аламыз. Және де осылай мен шұжықпен қияр салып жасадым пиццаны. Сіздер үйде қандай заттар бар, сонымен дайындасаңыздар болады. Пиццаға қайнатылған картоп та қосуға болады, болгар бұрыштарын салсаңыздар болады, қызанақ салсаңыздар болады. Енді осы дайын болған пиццамызды 250 градуста қызып тұрған печкамызда пісіріп аламыз 10 минуттай. Кейін пісуіне бір 5 минут қалған кезінде ірімшігімізді бетіне салып, тағы да печкаға 5 минутқа қойып аламыз. Бұлай жасауымыздың себебі, егер де сіздер барлығын бірден салып пісіретін болсаңыздар, ірімшік тез еріп, қатып қалады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.